Хамид official. Хамид official. Баршаға ассалаумағалейкум достар. Танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін сіздерге 2008 жылы жарыққа шыққан Жетімдер киносы және осы фильмде ойнаған актерлардың өмірінен сыр шертетін боламыз. Өздеріңізге белгілі, Жетімдер фильмі шыққан сәтте көрермендер жылы қабылдап, тіпті көз жастарына ерік берген еді. Өмірлік жағдайлардан алынған осы кинодағы актер, актрисалар қазіргі уақытта қайда? Неге жаңа фильмдерді көрінбейді? Толық ақпаратты осы видеодан тамашалай аласыздар. Әзірге арнамызға жазылып, қазақша ақпараттарымызға қолдау көрсете отырыңыздар. Ал біз бастайық. Жетімдер көркем фильмі Қазақ ұлттық арнасының тапсырмасымен 2008 жылы көгілдір экрандарға жол тартқан болатын. Фильм режиссері Еркін Рақышевтың алғашқы дебюттік кино туындысы, яғни Жарал сезім киносы көрерменнің көңілінен шығып, жақсы табыс әкелгендіктен келесі бір фильмді түсіруге шабыт алады. Сол уақытта ұлттық арнамен бірлесе отырып, қоғамдағы әлеуметтік проблемаларды қозғайтын жаңа бір туындыны жасауға ақылдасы кетеді. Нәтижесінде отбасылық мәселені ала отырып, Жетімдер киносына сценарий жазылады. Жетімдер киносының негізгі идея авторы Бекболат Тілеухан ағамыз. Аталмыш фильм 2006 жылы түсірілгенмен кинопрокатқа 2 жылдан кейін ғана шығады. Фильм сәтті шығып, кинотеатрға көрермендер ағылып келіп жатады. Тіпті кейбіреулер көздеріне жас алып, эмоцияға ерік берген деседі. Өкінішке орай бұл кино пираттық дискілерге шығып кетіп, прокаттан табыс табуына кедергі келтіреді. Сюжет бойынша Аружан мен Арман есімді балалар ата-анасынан ерте айырылып, тағдырдың тәлкегіне түседі. Басты рөлдегі Аружан есімді қыздың рөлін актриса Меруерт Қасымбек сомдаған. Ол 1999 жылы Алматы облысында өмірге келген. Іле ауданы Ынтымақ ауылында нөмірі 30 мектепте білім алған. Бастапқыда Меруерт актриса ретінде Жаралы сезім киносында Қанаттың қарындасы Айкоша болып ойнаған еді. Екінші рет кастингтен өтіп Жетімдер киносына түскен сәтте небәрі 7 жаста болған екен. Актриса осы кинодағы Аружан образын шынайы әрі шеберлікпен алып шығып, киносүйер көрермендерді жылата білді. Жетімдер киносынан кейін актрисаға көптеген фильмдерге түсуге ұсыныстар келеді. Алайда сценарийдегі сюжеттер көбінесе трагедия болғандықтан ата-анасы оған рұқсат бермейді. Көп ұзамай Еркін Рақышевтың «Менің де атым Қожа», «Кеш келген махаббат» фильмдерінде эпизодтық рөлдер сомдайды. 2016 жылы мектепті аяқтап жоғарғы оқу орнына түседі. Меруерт шет тілдеріне қызығады. Аудармашы болып жұмыс істеуді өзіне мақсат еткен. Актриса қазіргі таңда ешқандай фильмдерге түсіп жатқан жоқ. Ал Аружанның ағасы Арман болып ойнаған баланың есімі Нұржан Рүстенов. Нұржан туралы ақпараттар өте аз, алайда Көксерек фильмдегі кішкентай Құрмаш рөлін сомдаған актер Қамбар Уәлидің баласы екенін білеміз. Ақпараттарға сенсек, Нұржан қазіргі таңда Астана қаласында жұмыс жасауда. Жетімдер киносынан соң ешқандай фильмдерге түспеген. Ал осы кинода Аружан мен Арманға қамқорлық көрсеткен Сандуғаш есімді әпкесінің рөлін актриса Гүлшат Тутова сомдаған. Тутова Гүлшат Абсаттарқызы 1972 жылы 4 сәуірде Түркістан облысы Шардара ауданында өмірге келген. Мектеп қабырғасында түрлі іс-шараларда өнер көрсеткен Гүлшат өнер жолын таңдай отырып Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына оқуға түсіп, 1993 жылы театр және кино мамандығы бойынша диплом алады. Актрисаның ұстазы театр және кино актері Тұңғышбай Жаманқұлов болған. Өнер академиясын аяқтаған тұста Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрына актриса ретінде жұмысқа қабылданады. Қазіргі таңға дейін аталмыш өнер ордасында 100-ге жуық спектакльдерде түрлі образдарды сомдап, көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп келеді. Ал кино саласында актрисаның жұлдызын жаққан әрине Жетімдер драмасы болды. Гүлшатты осы фильмнен көрген адамдар көшеде байқап қалса, сіз Сандуғаштың рөлін керемет сомдағансыз, талай жанның тағдырын бір ғана фильмде керемет сомдап шыққансыз деп жылы лебіздерін білдірген екен. Бір қызығы, актриса Жетімдер киносынан соң 2019 жылы 47 баланың анасы деп аталатын жаңа сериалда басты рөлге алынады. Яғни Гүлшат ханым балалар үйінің директорының рөлін сомдаған. Актриса 47 жасында 47 баланың анасы сериалына түскенінде бір қызықты жағдай секілді. Актрисаға театрдағы қойылымдардан бөлек Біржан Сал, Астанаға көктем кеш келеді, Үмітіңді үзбе, Аманат, Өз үйім, Бір кем дүние фильмдерінде ойнаған. Айтпақшы, Гүлшат Тутова бұрынғы Тамаша театрының актері Нұржан Тутовтың жұбайы. Өнерлі отбасы қазіргі таңда көптеген фильмдер мен телешоуларда бой көрсетуде.
Екі жетім баланың ата-анасын да ұмытпаған боларсыздар. Аружан мен Арманның анасы болып ойнаған актриса әрі әнші Күнсұлу Тұрғынбекқызы. Актриса 1978 жылы 20 ақпанда Шығыс Қазақстан облысы Есіл ауданы Тауағаш ауылында өмірге келген. Өнерге жаны құштар қыз 1995 жылы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына оқуға түседі. Оқудан бөлек Қазақ радиосында дикторлық қызметті атқарады. 1999 жылы оқуды аяқтаған соң Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында актриса ретінде өз жұмысын бастайды. Араға 10 жыл салып, яғни 2009 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрына ауысады. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық телеарнасындағы Таңшолпан бағдарламасында да жүргізуші болады. Актриса дубляж жұмыстарынан да шет қалмаған, кейде ауқымды іс-шараларды да жүргізеді. Тағы бір қыры поэзияны керемет оқып талайды тамсандырған. Шыны керек Күнсұлу ханымның даусына еліктеп өлең оқыған қыздар өте көп болатын. Алайда көпшілігі актрисаның стилін қайталай беретін. Күнсұлу ханымды жетімдер киносындағы рөлмен танып жатқан көрермендер де баршылық. Қазіргі таңда актриса театр сахнасынан бөлек ән айтып, әрі дубляж қызметтерінде атқарады. Жетімдер киносында басты кейіпкерлердің әкесі болып ойнаған актер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Кеңес Нұрланов ағамыз. Актер 1962 жылы 1 наурызында Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында өмірге келген. 1969-1979 жылдары Ақтоғай совхозының орта мектебінде білім алады. 1979-1983 жылдары Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында кино және драма актері мамандығы бойынша КСРО халық артисі профессор Шолпан Жандарбекованың класын бітіреді. 1983-1993 жылдары Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актер болып жұмыс жасайды. 93 жылы режиссер Сламбек Тәуекел таспалаған Батыр Баян киносында Ноянның рөлін сомдап халыққа танылады. Актер одан бөлек Жансебіл, Айдай сұлу, Айсұлу фильмдерінде жаңа образдарды сомдайды. Сол жылы, яғни 1993 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрына актер ретінде ауысады. Ноян рөлімен халық тани бастағанмен жетімдер киносындағы Нұрлан образы арқылы халық көшеде танып қалып ризашылықтарын білдірген екен. Актер 2007 жылдан бері Астана қаласындағы Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық Қазақ музыкалық драма театрында жұмыс жасауда. Театр сахнасында 100-ден астам спектакльдерде рөл сомдаған Кеңес Нұрланов мәдениет саласындағы көп жылдық қызметінің арқасында ерен еңбегі үшін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері және тағы басқа құрмет белгілерімен марапатталған. Фильмнің режиссері туралы да азды-көпті айтып өтпесек болмас. Еркін Рақышев қазақ киносының дамуына орасан үлес қосқан азамат. Байқасаңыздар, түріктің сериалдарын жылап көріп отқанымызда қазақша фильмдерді жарыққа шығарып, ел ішінде танытқан Еркін ағамыз. Мүмкін сол уақытта фильмдердің сапасы төмен болғанмен оқиға желісі, актерлардың ойына қазақы менталитеті көрсетіп тұрған көріністер әлі күнге дейін елесінде. Алғашында жаралы сезіммен қазақ киносына жаңа леп берсе, жетімдер киносымен қаншама көрермендерді жылаталды. Сонымен қатар биші қыз, кеш келген махаббат, менің де атым Қожа, агент, Көкжалдар, менің ағам Борат сынды қазақша кино туындыларды жарыққа шығарды. Режиссердің кинолары қаншама рет сынға ұшыраса да, көрермендер бұл фильмдерді естен шығарған емес және қайталап көруден жалықпайды. Режиссер Еркін Рақышев қазіргі таңда қоғам белсендісі ретінде қаншама игі істердің басы қасында жүр. Достар, жетімдер драмасын көріп жыламаған адам кем шығар сірә. Қоғамның өзекті мәселелерінің біріне айналған жетімдер туралы қазіргі таңда қаншама сапасы жоғары фильмдер жарыққа шыққанмен, алғашқысы секілді елге таныла қоймады. Жетімдер драмасы көзі қарақты көрерменнің жадында естелік болып қалғаны қазақша кино туындылардың бірегей болды. Достар, жетімдер киносын көргенсіз бе? Жалпы осы фильм туралы ойыңыз қандай? Сізде басқалар секілді осы кинодан әсер алып көзіңіз жас алдыңыз ба? Өз пікірлеріңізді төмендегі комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Бұл қызықты ақпараттар беретін Хамит Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамит, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Отбасыңыз аман, деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Ең бастысы, балаларымыз жыламасын. Көріскенше аман болыңыздар, достар.